Мен Жамбыл атындағы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Сансызбай Жангелді. Мал дәрігері болу менің бала кезімнен бергі арманым. Менің жанымда әрдайым үй жануарлары, әсіресе иттер, мысықтар мен жылқылар болды. Әрбір жануардың денсаулығына деген қамқорлық, оның өмірінің сапасын жақсарту мені қатты қызықтырды. Атқа мініп шаба білу әр қазақ баласының міндеті дейтін болсақ, мені әкем 6 жасынан бастап атқа мінуге үйретті. Осы мақсатта ауылымызда мал дәрігері Қажекенов Серік Айыпқалиұлынан сұхбат алдым. Сәлеметсіз ағай, мен Жамбыл атындағы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Сансызбай Жангелді боламын. Мен сізге мал дәрігерлік туралы сұрақтарым бар еді. Соны қойсам болады. Қоя. Малға жалпы денсаулығын қалай тексереді? Малды қазір мына жазғытұрғы егіс науқандар жүргізіп жатыр. Қазір сиырлардан канал, бруцеллезге канал тексереміз, туберкулезге тексереміз. Сосын түрлі вакцина жұқпалы ауруларға, Сібір жарасына, қарасан, құтырған ауруларына қарсы вакцина егіліп жатыр қазір. Қандай екпелерді уақытымен салу керек? Енді вакцина мына Сібір жарасына жылына 1 рет салады. 1 рет. Ал мына қарасан ауруына жылына 2 рет, 6 айдан кейін 2 рет салынып тұрады. Мына аусыл ауруына да 1 рет, құтырғы ауруына да жылына 1 рет қана салынады вакцина. Тек қана қарасан ауруына 2 рет жазғытұрғы күзгі вакцина уақыттан салынады. Қысқы және жазғы азықтандыруға қандай несен машиналар? Қыста енді мына көкшөпте тұрады ғой. Жаңағы жем, сұлы бесік қойын. Жазда табиғи шөп жейді. Екеуінің айырмашылығы көп қойынды. Табиғи шөп жейді. Енді көкшөп апрель-майда шыққан өзінің тұла бойында, шөптің бойында барлық витаминдер болғандықтан жазда семіреді. Көктемде семіреді. Сүтін жақсы, сүт сібір болса, сүтін жақсы береді. Қыста қазір сүт көп бермейді. Апрель-майларда сүт береді. Рахмет, көп. Сау болыңыз. Мал дәрігер туралы алған әсерім өте терең. Оның жұмысы жай ғана емдеумен шектелмейді. Ол жан-жануарлардың денсаулығына жауапкершілікпен қарап, оларға қамқорлық көрсетеді. Көп жағдайда мал дәрігері шаруа үшін ең сенімді көмекші. Себебі олар ауыл шаруашылығының тұрақтылығын сақтауға үлкен үлес қосады. Алғаш рет мал дәрігерімен танысқанда, мен оның тек кәсіби білімін ғана емес, сондай-ақ жануарларға деген ерекше мейірімділігін көрдім. Ол әрбір малдың жағдайын мұқият тексеріп, ауруын тез анықтап, қажет емдеу шараларын қолданады. Олардың сабырлығы мен төзімділігі таңғалдырды. Өйткені жұмыс өте ауыр және жауапкершілігі мол. Мал дәрігері болу тек жұмыс емес, бұл өз өмірін табиғатқа, малдарға арнау деген сөз. Оның күш-жігері мен жанқиярлығы шаруаға да, ауылға да үлкен көмек көрсетеді. Мал дәрігерінің еңбегіне деген құрметім мен таңданысым одан да арта түсті.